Самарқанд мемлекеттік ветеринария медицинасы шаруашылық һәм биотехнологиялар университеті НУКС филиалында қатаң қадаған етілген орынларда шомылмау, рұқсат етілген аймақтарда қауіпсіздік қағидаларына қатаң әмел ету, айрықша жағдайлардың алдын алу атамасында оқу семинары шөлкеместірілді. Сөз хабаршымызға. Әләжға Қарақалпақстан Республикасы айрықша жағдайлар басқармасы қызметкерлері, сондай-ақ филиалдың профессор-оқытушылары қатынасты. Тәсіліп сөзге шыққандар тарапынан су бассейндерінде қауіпсіз әрекетлену қағидалары, шомылу процесінде әмел етілуі керек болған қауіпсіздік талаптары, һәм айрықша жағдайлар жүзеге келгенде дұрыс һәм оператив әрекет ету тәртіптері хақында мағлұматлар берілді. Сонымен бірге суға бату жағдайларында жәбірленген шақсыларға бірінші тез медициналық жәрдем көрсету бойынша да әмели көрсетпелер көрсетілді. Атап өтілгендей, бұндай әләжлер жастар арасында қауіпсіздік мәдениетін арттыру, су бассейндерінде жүз беруі мүмкін болған бақытсыз хадиселердің алдын алу һәм халықтың сергектілігін бұндан былай да күшейтуде ахметлі орынды иелейді. Малумат үшін осы жылдың 1 июнінен 30 июнына шекем мемлекетімізде су бассейндерінде қауіпсіздік айлығы шеңберіндегі кең көлемді үгіт-насихат лажлары давам етпекте. Жаз маусымының кіріп келуіменен жастар арасында белгіленген орындарда шомылу жағдайлары көп көзетіледі. Сол себеплі har жылы бірнеше мың адамдар суға шөгу жағдайлары себеплі набат болады. Ондай жағдайлардың алдын алу бойынша бүгін филиалымызда Қарақалпақстан Республикасы айрықша жағдайлар бөлімі тарапынан, қызметкерлер тарапынан түсінік жұмыстары алып барылды. Студенттер болса өзіне қызықтырған сұрауларына жауап алды. Бұндай тәдбірлердің болуы жастарға қай жерде шомылу керек, я болмаса соған ұқсас айрықша жағдайлардың алдын алу бойынша, көбірек түсінік алу бойынша жәрдем береді.